Баршаңызға қайырлы күн достар, сіздермен бірге Фатима, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз сүзбелі коржик жасаймыз. Бала кезімізде сүйіп жейтін өте дәмді, жұмсақ, хош иісті болып шығатын коржикті сіздермен бірге жасайтын боламыз. Ал ендеше жасауды бастайық. Ең алдымен бізге керегі жұмсақ 60 грамм сары май. Осы сары майымызды ыдысымызға салып, сосын 170 грамм шекерімізді саламыз да екеуін жақсылап тұрып араластырамыз. Достар, осы сүзбелі коржиктің толық құрамы видеоның астындағы описанияда жазылып тұрады. Сосын бір жұмыртқамызды қосамыз да тағы да жақсылап тұрып араластырамыз. Жұмыртқамызды қосып, жақсылап тұрып араластырып болған соң, келесі кезекте сүзбенің кезегі. Бұл коржикқа мен барлығы 140 грамм сүзбе қосамын. Бұл жерде менің сүзбем дүкеннің сүзбесі. Сіздер дүкеннің немесе қолдың сүзбесін қолдансаңыздар болады. Сүзбемізді қосып, жақсылап тұрып араластырып болған соң, ендігі кезекте ұнның кезегі. Ұнның бәрін міндетті түрде електен өткіземіз. Ұнның бір бөлігін електен өткізіп болған соң, 1 шай қасық толтырып қопсытқыш қосамыз. Сосын венчиктің көмегімен араластырамыз. Осы коржикқа мен барлығы 300 грамм ұн қостым. Ұнның бір жартысын қосқан соң, бізде осындай қою қамыр шығады. Енді ұнның қалған жартысын қосамыз. Міндетті түрде електен өткізіңіздер. Достар, осы коржиктің қамырынан менде барлығы 300 грамм ұн кетті. Осы 300 грамм ұн қосу арқылы менің қамырым жұмсақ, қолға жабыспайтын болып шықты. Бұл жерде ұнның екінші жартысын қосып, бірінші осылай венчиктің көмегімен араластырып аламыз. Сосын ары қарай қолдың көмегімен жұмсақ, қолға жабыспайтын қамыр илейміз. Мінеки біздің коржигіміздің қамыры дайын болды. Осындай біркелкі, жұмсақ, қолға жабыспайтын болып шығу керек. Бұл жерде осы қамырға сүзбе қосқан соң, біздің қамырымыз қолымызға кішкене ғана жабысады, бірақ қараңыздар, қолымда ешқандай із қалған жоқ. Қолдарыңызға жабыспайтын, жұмсақ қамыр болып шығу қажет. Бұл жерде сіздер ұндарыңызды өздеріңіздің қамырларыңызға қарай қосыңыздар. Енді қамырымызды жайып бастайық. Жерге осындай ұн сеуіп аламыз. Сосын қамырымызды алып келіп, осы қамырдың бетіне де ұн сеуіп, оқтаудың көмегімен қамырымызды жаямыз. Қамырымызды жайып жатқан кезде қатты жұқа қылып жаймаңыздар. Шамамен қалыңдығын 2-3 мм қылып жайыңыздар. Неге мына видеодағыдай? Келесі кезекте қамырымызды кесейік. Менде осындай кекс пісіретін форма. Сіздердің үйлеріңізде қандай форма бар? Томалақ, стаканмен, немесе осындай кекс пісіретін формамен коржиктарымызды кесіп шығамыз. Достар, дәл осы кезде пештеріңізді 180 градусқа қыздырып қойыңыздар. Осы қамырымыздың керек емес шеттерін алып тастап, осылай қайтадан қамыр қылып жинаймыз. Сосын осыны жайып, қайтадан осындай коржиктарды кесетін боламыз. Енді келесі кезекте пергамент төсеп, соның үстіне қатарынан коржиктарымызды қойып шығамыз. Бұл жерде коржиктардың арасын ашып, қатарынан қойып шығыңыздар. Коржиктарымызды қызып тұрған пеште 180 градуста 15 пен 18 минут аралығында пісіреміз. Мына менің коржиктарым 15 минуттың ішінде пісіп шықты. Қалған қамырымызды осылай мына видеодағыдай жайып, сосын бағанағы кекстің формасымен осылай коржиктарымызды кесіп шығамыз. Біздің қамырымыз біткенше осылай қайталап жасаймыз.
Коржиктарымызды пергамент қағазы төселген формамызға қатарынан қойып, 180 градуста пісіріп аламыз. Біздің коржиктарымыз мына видеодағыдай пісіп шығу қажет. Асты қызарып піскен, үсті кішкене ғана қызарса, коржиктарыңыз пісті деген сөз. Бұл коржиктің иісі бүкіл кухняның иісін алып жатыр. Өте дәмді, керемет болып шыққан. Осы коржикті пісіріп, суытып, сосын дәмін татып көре берсеңіздер болады. Қараңыздар, осылай әдемі болып шықты. Осы коржикті дәл менің рецептімен жасаңыздар, сонда сіздерде де менікі сияқты өте әдемі керемет болып шығады. Осы коржикті өздеріңіздің қалауларыңызша қант ұнтағымен осылай сәндесеңіздер болады. Өте әдемі көрінеді. Достар, осы менің YouTube каналымда басқа да керемет тәттілердің, десерттердің рецепті бар. Осы видеоны көріп болған соң, сол басқа видеоны көруді ұмытпаңыздар. Коржиктарымыз осылай көтеріліп піседі. Ортасын бөліп көрсетейін. Қараңыздар, оңай бөлініп жатыр. Жұмсақ екені мына видеодан да көрініп тұр. Керемет тәтті болып шыққан. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздермен болған Фатима. Каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Қалай шыққанын комментарийға жазып қалдырыңыздар. Келесі видеода кездескенше.